Баршаңызға сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Сабира. Мен бүгін үй жағдайында орысша айтқанда өте сочный, өте жұмсақ болып пісетін қуырылған жүгерінің қалай дайындалатынын дайындап көрсетемін достар. Ең алдымен біз жүгерімізді ашып аламыз, қабықтарынан тап-таза қылып ашып алыңыздар. Сосын мынау тұрған шашақтары, яғни шаштары деп айтамыз. Осы шашақтарын біреуі қалмайтындай қылып тазалап аламыз. Өйткені біз бұны табамызда кішкене майда қуырып аламыз. Сол себептен өте таза болу қажет. Сосын жүгеріміз өте жас болу керек, жұмсақ болу керек. Сыққан кезде сүттері шығу керек. Осылай қылып, мінекей достар. Енді бұны біз кастрөлімізге суымызды құйып, жүгерімізді салып алып, үстінен 2 ас қасық тұзымызды салып аламыз. Енді жүгеріміз өте жас болу керек достар. Өйткені жас жүгері өте дәмді болып піседі. Біріншіден, екіншіден өте жұмсақ болып піседі. Енді қызып тұрған отымызда 1 сағатта осылай қылып пісіріп аламыз жүгерімізді достар. Енді біз піскеннен кейін біз осы тұрған жүгерлерімізді пышақтың көмегімен осылай қылып ажыратып аламыз. Мен осылай қылып ажыратып аласыздар достар, барлығын. Ал енді біз қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, кішкене ергенше күтіп, жаңағы туралған жүгерімізді осы майда 10-15 минут біз қуырып аламыз. Бұл тағам өте түскі асқа жақсы желенетін тағамдардың бірі. Үйдегі балдарымыз өте сүйсініп жақсы жейді достар. Осылай етіп тура менікіндей қылып жасап жеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дәмінде сөз жоқ достар. Бұған ешқандай да тұз қоспайсыздар, өйткені қайнатып жатқан кезде біз тұз салып қойғанбыз. Сол тұз жеткілікті достар. Мінекей достар, пісіп қуырылып шықты. Өте дәмді болып шығады достар. Ас болсын, сіздермен болған Сабира.